Қайырлы күн, білім алушылар. Менің аты жөнім Жүсіп Жанар Әбдіғалымқызы, химия пәнінің оқытушысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алкендер. Сабақтың мақсаты қанықпаған көмірсутектер туралы білімді толықтыру. Қанықпаған көмірсутектер дегеніміз, құрамындағы көміртегі атомы сәйкес алкандармен салыстырғанда бірдей, ал сутегі атомы аз болып келетін көмірсутектерді айтады. Құрамындағы еселі байланыстарға қарай қанықпаған көмірсутектер алкендер, алкадендер, алкиндер болып бөлінеді. Бүгін біз алкендерге тоқталамыз. Алкендер дегеніміз молекула құрамында бір қос байланысы бар қанықпаған көмірсутектер. Олардың жалпы формуласы CnH2n. Алкендердің ең қарапайым өкілі құрамында екі көміртек атомы бар этилен, формуласы C2H4. Сондықтан бұл көмірсутектерді этилен қатарындағы көмірсутектер деп те атайды. Этилен көмірсутектерінде көміртек атомдары sp2 гибридтенген күйде болады. Алкендердің гомологтық қатары этеннен басталады. Қатардың келесі мүшелеріне CH2 атомдар тобын қосу арқылы гомологтық қатар жасауға болады. Алкендерді жүйелі номенклатурасы бойынша атағанда алкандардың соңындағы ан жұрнағы ен жұрнағына алмастырылады. Мысалы, алкан, алкен, этан, этен, пропан, пропен, тағы сол сияқты. Алкендердің изомериясы мен номенклатурасын түсіну үшін келесі видео жазбаға назар аударыңдар. EUPAC ережелеріне сәйкес алкендерді атау үшін экранда көрсетілген молекула үлгісін қарастырайық. Бірінші ереже. Қос байланысы бар ең ұзын көміртек тізбегін табамыз. Екінші ереже. Тізбекті қос байланыс жақын орналасқан шетінен бастап нөмірлейміз. Ең ұзын көміртек тізбегінде 6 көміртек атомы болатындықтан, ол гексанның туындысы болады. Атаудағы ан жұрнағын ен деп ауыстыру арқылы қосылыстың құрамында қос байланыс бар екенін көрсетеміз. Үшінші ереже. Атаудағы ен жұрнағының болуы қос байланыс бар екенін көрсетеді. Қос байланыстың орны ен жұрнағынан кейін қос байланысы бар көміртек атомының төменгі санымен анықталады. Төртінші ереже. Орынбасушыларды тауып, оларды әліпби реті бойынша атаймыз. Орынбасушылардың орны өзі байланысқан көміртек атомдарының санымен анықталады. Орынбасушылардың орны мен атаулары қорытынды алкен атауының алдында айтылады. Осылайша экранда көрсетілген алкеннің атауы 2 метилгексен 1 болады. Бутен бірдің молекуласындағы бірінші көміртек атомында бір қос байланыс бар. Бутен 2-нің молекулалық формуласы да дәл осындай. Алайда мұнда қос байланыс екінші көміртек атомынан кейін орналасқан. Аталған екі қосылыс функционалдық топ қос байланыстың орналасу реті бойынша ерекшеленеді. Сондықтан олар позициялық изомерлер еселі байланыс орнына байланысты изомерлер деп аталады. C4H8-дің тағы бір изомері болатын ескеріңіз. Ол сызықтық екі алкеннің тізбектік изомері болып табылатын 2 метилпропен. Жалпы позициялық изомерия галокен алкандар немесе спирттер сияқты функционалдық топтары бар барлық қосылыстарда болуы мүмкін. Мысалы формуласы C4H9OH болатын алифатты спирттің 4 түрлі құрылымдық изомері бар. Олар 2 позициялық изомер және 2 тізбектік изомерлер жұбын түзеді. 2 sp2 гибридтенген көміртек атомының арасында қос байланыс түзілу үшін қос байланыс айналасындағы барлық байланыстар бір жазықтықта жатуы тиіс. Және барлық байланыстар арасындағы бұрыш 120 градусқа тең болу керек. Қос байланыс бойымен айналу мүмкін емес. Бұл бутен 2-нің 2 түрлі молекула құрай алатындығын білдіреді. Біреуінде 2 метил тобы қос байланыстың бір жағында, ал екіншісінде 2 метил тобы қос байланыстың қарама-қарсы жағында орналасады. Екі молекуланың құрылымы мен атомдар арасындағы байланыс реті бірдей. Алайда 2 CC дара байланысының арасындағы геометриялық қатынас әртүрлі. Біреуінде байланыстар арасындағы бұрыш 60 градусқа тең болса, екіншісінде байланыстар өзара параллель. Мұндай изомерия түрі геометриялық изомерия деп аталады. Қос байланыстың бір жағында 2 тобы бар изомер цис изомер, ал топтары қос байланыстың қарама-қарсы жақтарында орналасқан изомер транс изомер деп аталады. Цис-транс изомерия болу үшін
Қос байланыстағы әр көміртек атомында екі түрлі радикал болуы керек. Бутен бірдегі бірінші тұрған көміртек атомында екі, бірдей сутек атомы болғандықтан, оның геометриялық изомері болмайды. Бұл атомдардың орналасу ретін өзгертсе де, бірдей қосылыс шығады. Күрделі алкендер үшін геометриялық изомердің түрі қос байланысы бар ең ұзын көміртек тізбегіндегі топтардың орналасу бойынша анықталады. Мысалы, мына қосылыс цис-пентен 2, ал келесі транс 3 метилгексен 3. Этилен көмірсутектерінің физикалық қасиеттері алкандар сияқты белгілі заңдылықпен өзгереді. Алкен гомологтарының молекулалық массалары өскен сайын, олардың қайнау балқу температуралары және тығыздықтары артады. Алкендердің алғашқы үш өкілі, яғни этен, пропен, бутен, газдар, пентеннен бастап сұйықтар, октадекеннен бастап қатты заттар болады. Алкендер судан жеңіл, суда нашар еритін, органикалық еріткіштерде жақсы еритін қосылыстар. Алкендер белсенді қосылыстар. Алкендердің химиялық қасиеттері олардың құрамындағы қос байланыспен түсіндіріледі. Қос байланыстың біреуі сигма байланыс, ол өте қатты берік байланыс болады. Екіншісі пи байланыс, ол өте әлсіз келеді. Реакция кезінде тез үзіліп, өзіне басқа атомдар немесе атомдар тобын тез қосып алады. Этилен және оның гомологтары қосылу, полимерлену, тотығу реакцияларына түседі. Жалпы қанықпаған көмірсутектерге қосылу реакциялары тән. Осы реакцияларды қарастырып көрейік. Бірінші, гидролену реакциясы. Сутегі қосыла жүретін реакцияны гидролену реакциясы деп атайды. Бұл реакция металл өршіткі қатысында жүреді. Алкендер сутекті қосып алғанда алкандарға айналады. Мысалы, пропен сутекті қосып, пропан түзіледі. Келесі галогендену реакциясы. Алкендер галогендермен әрекеттескен кезде дигалоген туындылары түзіледі. Мысалы, этен плюс бром нәтижесінде 1,2 дибром этан түзіледі. Келесі химиялық қасиеті галоген сутектермен реакциясы. Алкендер мен галоген сутектер оңай әрекеттесіп, нәтижесінде галоген алкан түзіледі. Бұл реакция Марковников ережесі бойынша жүреді. Марковников ережесі бойынша қанықпаған көмір сутектер мен галоген сутектер әрекеттескенде пи байланыс үзіліп, қос байланыстың қай жағында сутек атомы көп, соған галоген сутектердегі сутек атомы қосылады, қай жағында сутексі аз, оған галоген атомы қосылады. Мысалы, пропен плюс H бром нәтижесінде 2 бром пропан түзіледі. Келесі химиялық қасиеті гидраттану реакциясы. Алкендер суды қосып алып, нәтижесінде сәйкес спирттер түзеді. Мысалы, этилен плюс су нәтижесінде этил спирті түзілді. Келесі химиялық қасиеті полимерлену реакциясы. Полимерлену реакциясы деп кіші молекулалы қосылыстардың бірнеше молекулалары қосылып, ірі молекулалы қосылыс түзілуін айтады. Полимерлену реакциясына қатысқан бастапқы заттар мономерлер, ал өнім полимерлер деп аталады. Мысалы, этиленнің бірнеше молекуласы қосылып, нәтижесінде полиэтилен түзілді. Келесі химиялық қасиеті жану реакциясы. Алкандар сияқты алкендер де оңай жанады. Нәтижесінде көмір қышқыл газы, су және жылу бөледі. Алкендердің алынуы. Алкандарды дегидрлеу арқылы алкендер алуға болады. Сол сияқты спирттерді дегидраттау арқылы алкендер түзіледі. Алкендердің қолданылуы. Алкендер органикалық синтезге қажетті маңызды шикізаттар болып табылады. Этиленнен тұрмыс пен техникаға аса қажетті полиэтилен, этил спирті, хлоретан, дихлоретан, тағы басқа заттар алынады. Этилен диэлектрик болғандықтан электр сымдарын, кабельдерді оқшаулағыш материал ретінде электротехникада қолданылады. Су мен газ өткізбейтін болғандықтан полиэтилен тағамдық өнімдер мен түрлі бұйымдарды орап сақтауға және жылыжайлар мен саяжайларда
шынының орнына тұрмыста түрлі мақсаттарға қолданылады. Этиленнің өзіне тән ерекше қасиеті ол жеміс-жидектердің пісуін тездетеді. Сабақты қорытындылайтын болсақ, алкендердің реакцияға түсу қабілеті алкандарға қарағанда жоғары. Бұл оның құрамындағы қос байланыстың болуымен түсіндіріледі. Алкендерге қосылу реакциялары тән. Жалпы алкендер органикалық синтездің маңызды шикізаты болып табылады. Үйге тапсырма. 10 класс химия оқулығынан 70, 71, 72 параграфтарды оқу және көрсетілген тапсырмаларды орындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.